Саламатсыздар ма балалар? Бүгін математика сабағынан 4-ші сынып 64-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы бір өнімділік бірлескен жұмыс. Бірінші тапсырма. Кәсіби мереке кезінде таныстарың мен туыстарын құттықтауға болады. Өлшемдердің бірдей мәндерін тап. Сонда сен мына мамандық иелерінің өз мерекелерін қай күні атап өтетіндіктерін білетін боласың. Яғни, тамыздың соңғы жексенбісі 6 минут 25 секундқа айналдыратын болсақ, 385 секунд. Яғни, кеншілер күні. Екінші, 23 маусым 13 сағат 20 минут. 13 сағатты минутқа айналдырамыз. Сол кезде бізде 800 минут шығады екен. Полиция күні. Үшінші, қазанның алғашқы жексенбісі 10 минут 7 секунд. 10 минутты секундқа айналдырсақ, 607 секунд болады екен. 7 секундты қосқанда. Мұғалімдер күні. Сәуірдің алғашқы жексенбісі 7 күн 1 сағат. 7 күнді сағатқа айналдырамыз. Бірді қосқанда 169 сағат. Яғни, бұл геологтер күні деп айтылады екен. Келесі тапсырма. 2 баспахана 1200 кітап шығару қажет. Бірінші баспахана барлық кітапты 6 күнде, ал екіншісі 12 күнде шығарады. 2 баспахана бірге жұмыс істегенде осы кітаптарды қанша күнде шығарады? Есепті шығару жоспары. Бірінші баспахананың еңбек өнімділігі қандай? Екінші баспахананың еңбек өнімділігі қандай? Үшінші бірлескен еңбек өнімділігі қандай? Төртінші бірге жұмыс істегенде 2 баспахана барлық кітаптарды қанша күнде басып шығарады? Жауабын айта кетейін сіздерге бірден. 2 баспахана бірігіп істеген кезде 4 күнде жасап шығарады екен. Келесі тапсырма. Шебер мен шәкірді 3 сағат бойы бөлшектер дайындады. Шебер сағатына 20 бөлшек, ал оның шәкірді дәл сондай уақытта шебердің жасаған жұмысының жартысын орындады. Осы уақыт ішінде олар бірлесіп қанша бөлшек дайындады? Яғни, шеберді бөлеміз 2-ге, 20-ны бөлеміз 2-ге. 10 сағат бөлшек жасаған. Екеуі бірлесіп 90 бөлшек жасаған. Яғни, шәкіртінің жасаған жұмысына ұстаздікін қосамыз. Шебердікін қосамыз. Сол кезде екеуінің бірігіп жасағаны шығады бөлшек. Бірігіп жасағанды көбейтеміз 3-ке. Сол кезде 90 бөлшек шығады. Яғни, шебер мен шәкірті бірігіп 90 бөлшек дайындаған екен. Келесі тапсырма. Қосылғыш. Бұл жерде өте оңай. Қосу, азайту, бөлу, көбейту амалдары берілген. Тек сіздерге мәнін айта кетейін. Бірінші есептің мәні 81200. 81200. Екінші есептің мәні 1910. Екінші есептің мәні 9650. 9650. Төртінші есептің мәні 6500 шығады. Өте оңай. Келесі. 5-ші есепте сондай қосу амалдары берілген. Тек сіздерге мәнін айта кетейін. Бірінші есептің мәні 7977. 7977 шығады. Екінші есептің мәні 7987. 7987. Үшінші есептің мәні 8017. Төртінші есептің мәні 8037. Дәптерге мұқият жазамыз. Келесі. Тәулігіне бірдей мөлшерде теледидар шығара отырып, зауыт 20 күн ішінде 50800 теледидар жасап шығарды. Егер тәулігіне 10 теледидар артық шығаратын болса, онда зауыт бір айда қанша теледидар шығарады? Шартты есептің жауабы 76500 теледидар шығарады. 10 теледидар артық. Онда барлық теледидар санына қосамыз. Сол кезде бізде 76500 теңге теледидар шығарады екен. Келесі. Әр бағандағы бірінші өрнектің жауабын пайдаланып, оларды есепте. Өте оңай, көбейту амалдары берілген. Бірінші өрнектің жауабын пайдаланып дейді. 56-ны 10-ға көбейтеміз. Тең болады 560. 560. 56-ны 9-ға көбейтеміз. 504. 56-ны 11-ге көбейтеміз.
616. 360-ты көбейтеміз 100-ге. Тең болады 36 мың. Екінші есептің мәні 35 мың 640. Алтыншы есептің мәні 36 мың 360. 41 мың. Өте оңай. 959. 40 мың 959. Соңғысы 41 мың 41. 41 мың 41. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар.